Гипертиреоз дегеніміз қаққанша безі гормондарының шектен тыс өндірілуінің нәтижесінде пайда болатын эндокринді жүйе ауруларының бірі. Гипертиреоз кезінде қаққанша безінде орналасқан трииодтиранин немесе Т3, тироксин немесе Т4 гормондарының шектен тыс өндірілуі жүреді. Қалыпты жағдайда қаққанша безі мыңдаған фолликуладан тұрады. Ол фолликулалар бізде фолликулярлы клеткаларды құрайды. Осы фолликулярлы клеткалардың ішінде тұтқыр сұйықтықтан тұратын қуыс орналасады. Ол коллоид деп аталады. Коллоидта тироглобулин және тирозин орналасады. Осы тирозин бізде трииодтиранин және тироксин деп аталатын қаққанша без гормондарын түзу үшін қажет. Енді мына суретке қарайтын болсақ, бізде фолликулярлы клетканың жақындатылған көрінісі көрсетілген. Оның жалғасы да бізде фолликулярлы клеткалар болып табылады. Оның базалатеральды бөлігінде бізде қан тамыры орналасады, және де оның ішкі жақ бөлігінде коллоид орналасады. Оны мына суреттен көруімізге болады, мынау коллоид. Енді осы базалатеральды бөлігінде орналасқан қан тамыр клетканы қанмен қамтамасыз етіп қоректендіру қызметін атқарады. Осы қан тамырдан клеткаға қарай өтетін бізде тасымалдаушы белок болады. Оны натрий йодты симпортер деп атаймыз. Осы натрий йодты симпортер арқылы бізде қаннан клеткаға қарай биорганикалық йод, яғни ядит, және де 2 натрий атомы өтеді. Осылай өткізілуін, яғни биорганикалық йод пен 2 натрий атомының клеткаға қарай өтуін бізде бірінші этап, яғни йодты тұзақ деп атаймыз. Одан кейін бізде екінші, осы клетканың ішкі бөлігінде тасымалдаушы тағы да бір белок орналасады. Ол бізде пендрин белогы деп аталады. Яғни мына суреттерде пендрин белогын көруімізге болады. Осы пендрин белогы арқылы клеткада орналасқан биорганикалық йод коллоидқа қарай өткізіледі. Яғни мына коллоидқа қарай өткізіледі. Осы коллоидтың ішінде биорганикалық йод өтті ғой. Осы биорганикалық йод қышқылдану процесінен өтеді. Қышқылдану процесін жүзеге асыратын бізде ТПО ферменті, яғни тиреоид пероксидаза ферменті арқылы биорганикалық йод органикалық йодқа айналады, яғни қышқылданады. Органикалық йодқа айналды. Бұл да бізде Т3 және Т4 гормондарын түзу үшін қажет. Яғни қалай жүзеге асады десек, тирозиннің бір бөлігі мен органикалық йодтың бір бөлігі бір-бірімен қосылады да моноиод тирозинді түзеді. Ал тирозиннің бір бөлігі мен 2 йод атомы, яғни органикалық йод атомы бір-бірімен қосылып дииод тирозинді түзеді. Осылай түзілген мид және дит, яғни бізде бір-бірімен қосылады. Моноиод тирозин мен дииод тирозин бір-бірімен қосылып Т3, яғни трииод тиранинді түзеді. Және дииод тирозин мен дииод тирозин бір-бірімен қосылып Т4, яғни тироксинді түзеді. Осылай бізде қаққанша безінің гормондарының түзілуі жүзеге асады. Қалыпты жағдайда Т4 Т3-ге қарағанда көбірек түзіледі, бірақ Т3 пен Т4-ті салыстыратын болсақ, Т3-тің белсенділік формасы жоғары болып табылады. Себебі Т3 1-2 күнде жартылай ыдырауға ұшырайды, ал Т4 бізде 6-8 күнде жартылай ыдырауға ұшырайды. Енді Т3 пен Т4 қаққанша безінде түзілді, одан кейін ол қанға қарай өтеді. Қанда тироксин байланыстырушы глобулинмен байланыса отырып, ол нысана клеткаға өтеді, және нысана клеткада Т4-тің Т3-ке айналуы жүзеге асады. Т4-ті Т3-ке айналдыратын бізде 5 деординаза деген фермент арқылы жүзеге асады. Соның нәтижесінде Т3 түзіледі. Т3 түзілгеннен кейін ол қаққанша безіндегі рецептормен байланыса отырып, жасушаның ядросына енеді. Осы процесс активтеніп кететін болса, бізде клеткалық белсенділік жүзеге асады. Клеткалық белсенділікте метаболизм жоғарылайды. Метаболизм жоғарыласа, майлар мен көмірсулардың жұмсалуы да жоғарылайды. Және майлар мен көмірсулардың жұмсалуы неге алып келеді? Ол дене температурасының жоғарылауына, сонымен қатар энергия алу үшін қажет, асқазан ішек жолының моторикасының жоғарылауына. Соның нәтижесінде асқазан ішек жолының моторикасы жоғарылаған кезде көбінесе гипертиреоз кезінде адамдар арық болып келеді, ал гипотиреоз кезінде керісінше адамдар толық болып келеді. Осының моторикасының жоғарылауына, сонымен қатар құрсақтағы эмбрионның нейронның дамуы үшін осы керек болып табылады. Сонымен қатар метаболизм бізде симпатикалық жүйке жүйесіне әсер етеді. Симпатикалық жүйке жүйесінің активтенуі нәтижесінде жүректің жиырылу жиілігі жоғарылайды, яғни тахикардия, тыныс ырғағы жоғарылайды және ой белсенділігі жоғарылайды.